Сәлеметсіңдер ме 4-ші сынып оқушылары? Математика пәні. Сабақтың тақырыбы құрама фигуралардың ауданы. 158-ші сабақ. Құрама фигуралардың ауданын анықтауды үйренесің. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Электр суасты қайығының қай жылы пайда болғанын анықта. Ертеректе 1870 жылы Жюль Верн 20.000 Лея су астындағы романда ержүрек капитан Немоның басшылығымен жүзген Наутилус су асты кемесін сипаттайды. 90 жылдан кейін өткен ғасырдың 60-шы жылдары шынайы электрлік сүңгуір қайықтар пайдалануға берілді. Енді балалар, электр суасты қайығының қай жылы пайда болғанын табуымыз қажет. Ол үшін біз балалар 1870-ге 90-ды қосамыз. Ендеше балалар қосып көрейік. 1870-ге 90-ды қоссақ қанша болады екен балалар? Дұрыс айтасыңдар. Нешеге тең болады екен? 1960-ға тең болады екен. Жауаптарын тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар. Есіңе сақта, құрама фигуралардың ауданы оның құрамындағы фигуралардың аудандарының қосындысына тең. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мен сіздерге есепті қалай шығару керек жолдарын түсіндіремін. Фигураның ауданын өзіміз орнымызда отырып есептеп шығарамыз. Енді қарайық балалар. Бұл жерде А1 қанша сантиметрге тең болып тұр екен? Дұрыс айтасыңдар, 5 сантиметрге. В1 2 сантиметрге тең. А2 қанша сантиметрге тең екен? 3 сантиметрге тең екен. В2 2 сантиметрге тең екен. Енді балалар, бұның ауданын табу үшін біз Аға В-ны көбейтуіміз керек. Бірінші А1-ге В1-ді көбейтіп аламыз, яғни 5-ке 2-ні көбейтеміз, 10 сантиметр. Енді А2-ге В2-ні көбейтіп аламыз, яғни көбейтеміз, 3-ке 2-ні көбейтеміз, 6 сантиметр. Енді балалар, толық ауданын табу үшін 10-ға 6-ны қосамыз, 16 сантиметр. Ендеше фигуралардың ауданы қанша сантиметрге тең екен? 16 сантиметрге тең екен. Келесі фигураның ауданын өзіміз таба қояйық балалар. Төртінші тапсырма, амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін есепте дейді. Балалар, біз білеміз амалдардың орындалу тәртібін. Бірінші бізде қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар, жақшаның іші орындалады, я? Содан кейін барып 7-ге көбейтеміз. Содан кейін 5.212.036-дан шыққан санды азайтамыз. Ендеше балалар, бұл есепті өрнектерді шығару сіздерге қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Орнымызда отырып өзіміз шығара қояйық. 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Есеп құрастыр және оны шығар дейді. Айлықтан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта 2 моторлы қайық шықты. Біріншісі 24 км сағат, екіншісі 28 км жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болды дейді. Балалар, ендеше жауабы 4 сағаттан кейін екі қайықтың ара қашықтығы қанша километр болғандығын табуымыз керек. Орнымызда отырып есепті шығарайық және бірге отырып тексерейік балалар. Балалар, шығарып болсақ 6-шы тапсырманы тексере қояйық. В1 24 км сағат, В2 28 км сағат. Біз табуымыз керекті, яғни уақыт табуымыз керек. Ол үшін біз В1 мен В2-ні қосамыз, яғни 24 км сағатқа 28 км сағатты қосамыз, 52 км сағат. Оны 4-ке бөлеміз. Қанша километр сағат? 4 сағаттан кейінгі ара қашықтықты табуымыз керек қой. Сол үшін сағатқа көбейтеміз, яғни 52-ні көбейтеміз 4-ке. 208 километр болды. 4 сағаттан кейін екі қайықтың ара қашықтығы 200 километр болды. 208 километр болды. Балалар, енді 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Трансформатордың көмегінсіз белгісіз бұрыштардың шамасын анықта деген екен. Балалар, ендеше бұны қалай анықтаймыз біз?
Дұрыс айтасыңдар. 180 градустан азайтамыз. Жақша ішінде 55 қосылған 45-ті. Ендеше бірінші бұрыштікі қаншаға тең болады екен? Дұрыс айтасыңдар. 80-ге тең болады екен. Екіншісін қараймыз балалар. Екінші бұрыштың шамасын анықтаймыз. Ол үшін біз 180 градустан азайтамыз. 45 қосылған 60 жақша ішінде қаншаға тең болады екен? 75-ке тең болады екен. Жарайсыңдар балалар. Үшіншісін табу үшін да біз дәл солай жасаймыз. Яғни 180-нен азайтамыз. 30 қосылған 95-ті қаншаға тең болады екен балалар? Дұрыс айтасыңдар. 55-ке тең болады екен. Жарайсыңдар балалар. Сіздер өте жақсы жауаптар. 8-ші тапсырма. Математика күнделікті өмірде. Диаграммада берілген мәліметтер бойынша есеп құрастыр. Диаграммада фантас жазушылардың кітабын оқыған 4 сыныптың оқушылар саны көрсетілген. Сұрақтарға жауап берейік. Қай сыныпта кітап оқитын оқушы көп? Қане қарайықшы балалар. Дұрыс айтасыңдар. 4-ші Б сыныбында. Қай сыныпта кітап оқитын оқушы аз? Қай сыныпта аз көрсетіліп тұр балалар? 4В-да. Жарайсыңдар. Қай сыныптарда кітап оқитын оқушылар саны тең болып тұр балалар? 4А-да және 4Г-де, 4Д-да. Жарайсыңдар балалар. Сен зерттеушісің. 9-ші тапсырма. Дұрыс жауап таңда. 2 балада 8 алмұрт болды. Бірінші бала 1 алмұртты, екінші бала 3 алмұртты жегеннен кейін олардың алмұрт саны теңдей болды. Әр қайсында неше алмұрт болған? Ойланайық қане балалар. Дұрыс айтасыңдар. 5 және 3 алмұрт болған екен. Үйге тапсырма. 10-шы тапсырма. Фигураның ауданын есепте.